Оның әкесі ол құрсақта жатқан кезінде қайтыс болып кеткен еді. Содан бері арқа сүйер әкесі де, қамқор болар анасы да, бірге ойнайтын аға бауырлары да осы анасы. Әйел жалғыз ұлын көштен қалдырмау үшін барын салды. Қолынан жетектеп мектепке апарды. Өзі сұрап жүріп түрлі сайыстарға қатыстырды. Баласы не қаласа соны әперуге тырысты. Оқуға түскенінде де ала сөмкесін арқалап қалаға артынан бірге келді. Енді міне баласы оқу бітіріп, жұмысқа тұрып, өзі қолы өз аузына жете бергенде-ақ аяқ астынан қатты ауырып, ол да бақилық болды. Қайсар өте естияр еді. Мектепте де естігенін қағып алатын алғыр болды. Сыныптастары оны да бір беткей тапқырлығы үшін жақсы көретін. Кейін студент атанды. Бұл кезде де қарап жүрген жоқ. Ғылыми жобалар жазды, түрлі жарыстарға қатысты. Қайтсем де адам болып анамды асыраймын. Оның маған жасаған жақсылығын екі еселеп қайтарамын деп ойлайтын еді. Жұмысқа тұрып, анамды қуантсам, анам менің үйленгенімді көрсе, оған демалып жататын жұмсақ диван алып берсем дейтін. Алайда анасы оған дейін күте алмады. Баласына айтпай жасырып жүрген ауруы меңдеп, бас аяғы бір аптаның ішінде ауруханада жатып көз жұмды. Қайсар қанша қайсар болса да, дәл осы қиындыққа төтеп бере алмады. Оның ендігі өмірі қапастағы түнек секілді. Осы уақытқа дейін көрген қызығының еш мәні қалмағандай мең-зең күй кешті. Сонша жыл бағып-қағып өсірген, мен үшін отқа да, суға да түскен бүкіл өмірін маған ғана арнаған анама ештеңе жасай алмағаным ба? Оны шипажайларға, емдеу орталықтарына апарып емдете алмағаным қалай? Оған сыйлық беріп те үлгермедім-ау. Қолынан ұстап, көшені неге қыдыртпадым деген ойлар оны жиі мазалайтын болды. Алайда қолдан келер қайран жоқ. Енді не істемек керек? Қайсар қайтыс болған ананың артынан жасайтын ең абзал жақсылық садақа екенін білетін. Анасының да әкесінің атынан талай рет садақа бергенін көрген. Осыны ойлаған ол бірден атып тұрып, ең жақсы садақаның не екенін білу үшін жақын маңдағы мешіттердің біріне бас сұқты. Имам садақаның түрі көп екенін және ең бастысы не берсең де таза ниетпен беру керектігін алға тартты. Алайда хадисте ең абзал садақаның адамдардың шөлін қандыру, оларға су тарату екендігін айтылған деді. Осыдан кейін Қайсар құдық қазу, суы жоқ елді мекендерге су құбырын тарту, адамдарға су тарату ісімен айналыса бастады. Кейін ісі алға басып кірісі де көбейді. Үйленді, бала шағалы болды. Бірақ анасының атынан жасалатын бұл жақсылықты тоқтатқан жоқ. Арада аттай 20 жыл өтіп, Қайсардың есімін бұл күнде бәрі біледі. Бір күні қала орталығындағы үлкен бір мешіттің имамы келіп, Қайсардың қолын қысты. Алла саған риза болсын, бауырым. Біздің мешітке су ішетін аппарат орнатып кеткен екенсің. Қаншама адам сол сумен ауыз ашып, шөлдегендер шөлін басып жүр. Алла разы болсын саған деп арқасынан қақты. Алайда Қайсар ол мешітке ешқандай да аппарат апармағанын айтып, ақталып көріп еді. Иман жымия қарап, сен екеніңді білеміз ғой, бауырым, деді. Қайсар ештеңені түсіне алар емес. Аң-таң өзінің ол мешітке бармағанын жақсы біледі. Сол кезде қасында тұрған баласы: әке, кешіріңізші, сіз күнде өз анаңыздың атынан деп адамдарға жақсылық жасайсыз ғой. Мен де сіздің атыңыздан бір жақсылық жасағым келді, деді. Мұндайды күтпеген әкенің жүрегі езіліп кетті. Ол жасаған жақсылығының сыйын осы өмірде де көріп жатқанына қуанды. Өз анасынан көргенін істесе, енді міне баласы одан көргенін жасап отыр. Бала айтқаныңды емес, көргенін істейді. Әлемді адамгершілік құтқарады, зұлымдықты ізгілік, жақсылық жояды деген сөздері осындайдан қалған екен-ау. Зейін қойып тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет. Құрметті менің оқырманым, осы әңгімем сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алда түрлі бастан өткен оқиғаларды баяндайтын боламын.